Домбыра қазақ халқының өте ерте және кең тараған нағыз табиғи ұлттық музыкалық аспабы. Көне шумер тілінде аударғанда кішкене садақ деген мағына білдіреді. Алматы облысы Жамбыл ауданы аумағында шамамен 2,5 ғасыр бұрын табылған таста қашалған суреті мен 16 ғасыр бұрын Мысыр еліндегі нақ қабіріне салынған пішінінен еш өзгермеген. Қос ішекті шертпелі ойнайтын музыкалық аспап. Ішекті шертпелі аспаптар тобына жатады. Аспап әртүрлі үлгіде тұтас ағаштан ойылып жасалады. 9, 11, 14, 24 пернесі болады. Күй арнайы құлақтарымен келтіріледі. Аспап үні қоңыр, құлаққа жағымды әрі жұмсақ болып келеді. Алғаш домбыраның шыққан жері түркі халықтарының алтын бесігі Алтай тауы болып саналады. Белгілі түркітанушы ғалым Сатқожа Қаржабайұлының зерттеу деректері бойынша Моңғол Алтай тауының сілеміндегі Жарғаланд қайырқан жотасының бір үңгірінен табылған домбыра тектес көне саз аспабы 2 ішекті 9 пернелі. Әрі саз аспабының мойнында ежелгі түріктің руна жазуы бар. Аспаптың шанағына бұғының, бұланның бейнелері ойылып салынған. Пернелері ағаштың қабағынан таспаланып, тілініп жапсырылған. Басы бұғы мен бұланның басына ұқсас және ол тас бетіндегі ежелгі түрік ескерткіштерінен көп айырмашылығы жоқ. Табылған саз аспабының пішіні бүгінгі күнгі Алтай домбырасына ұқсас. Оңтүстік Қазақстанның қой қырылған көне қаласының орнынан табылған қыш тас мүсіні. Шанағы дөңгелек, мойны қысқа, беті жабық аспап ұстап тұрған музыканттың бейнесі тасқа қашалып түсірілген. Ескерткіш домбыраның түркі дәуірінің аспабы екендігін айғақтай түседі. Домбыра сан ғасырдан бері сырын сақтаған қазақ даласында кеңінен танымал аспап. Дегенмен домбыра әр аймақта әртүрлі болып келеді. Солтүстік, орталық, оңтүстік аймақтарда домбыра көлемі шағын 7-9 пернелі болса, батыс Қазақстан аумағында кездесетін домбыра шанағы жұмыр, мойны ұзын 12-14 пернелі болып келеді. Домбыра аспабының негізі 2 түріне байланысты. Аспапта күй орындаудың 2 түрі төкпе мен шертпе қағыстары қалыптасқан. Сазды күйлер арқа өңірінде, ал төкпе күйлер батыс аймақтарда кең таралған. Домбыра шертудің сұқпа, сұқ және орта саусақпен шертіп ойнау. Жап тақымта, ішек бос күйінде қағып, пернені басып отыру. Іліп қақпай, ішекті іліп қағу. Теріс қақпай, жоғары төмен деп аталатын түрлері бар. Домбыра аспабының 2 ішекті түрінен басқа 3 ішекті, қос жақты, кен шанақты, шіңкілдек немесе балақай домбыра деген түрлері бар. Домбыра аспабында халық күйлері ғана емес, батыс және шығыс классикалық шығармаларын, танымал туындыларын орындауға болады. Домбыра қазақтың қуаныш пен қайғысын бөлгісетін, мұңдасар, сырласар жан серігі болып келген және бола бермек. Әзірге табылған ең көне домбыра Моңғолияның Қобда аймағындағы Қарасу мен Дөргін көлдерінің арасындағы үлкен аралдағы үңгірге сақталған. Көне сына жазулы аспап. Бұл аспапта 2 ішекті. Қазақстан тәуелсіздік алуымен бірге домбыраның да күні туғаны анық. Шілде айының алғашқы жексенбісі домбыра күні деп белгіленіп, ел болып, кең көлемде атап өту елдігіміздің белгісі. Домбыра да бұған әбден лайық. Домбырада күй тартып ән салатын адамдарды осы күні төрге шақырайық. Домбыра қазақтың өнері мен болмысының келбеті. Қоңыр үнімен өткенді түгендеп зар заманды көз алдымызға келтіреді. Құрыш білекті батырлардың ерлігі, ақжаулықты аналардың көрегенділігі өскелең ұрпаққа домбыраның үнімен жетті. Тарих пен бүгінді ұштастырған аспап ұлттық мерекенің белгісіне айналды. Ұлттық домбыра күнін алаш жұртшылығы сәнімен салтанатын жарастырып тойлады. Елордада 2000-нан астам өнерпаз бас қосып, ашық аспан астында күйді құйқылжыта төкпеледі. Тұран төрінде де ұлт құндылығы ұлықталып, мереке кеңінен насихатталды. 1000-ға жуық өнерпаз Құрманғазының Сарыарқа, Балбырауын,
Түркештің көңіл ашар күйлерін орындады. Бұдан бөлек барлық аудан қалаларда бір мезгілде домбырашылардың флешмоба ұйымдастырылды. Осылайша жалпы саны 3000-нан астам домбырашы ұлттық өнерді дәріптеді. Жол салатын бұл мерекеде қолөнер шеберлері мен суретшілердің көрмесі ұйымдастырылды.